кезінде біз мұнай бағасы жоғары кезінде ол 2008 жылдар осы салықты мүлде түсіріп тастағанбыз. Жаңағы Қазақстанға бәрі келсін, халыққа ыңғайлы болсын, кәсіпкерлер ыңғайлы болсын деп түсіріп тастадық та, мұнай бағасы жаңағы ол жағдайдан біз кетіп қалдық. Мұнай бағасы $120 емес баяғыдағыдай, $60 мысалы деңгейіне түсіп кетті. Бірақ біз баяғы режимде қалып қойдық. Осы режиммен ұзақ өмір сүру мемлекет үшін мүмкін болмас еді. Сондықтан мемлекетке салық кодексін енгізіп, белгілі бір ережелерді іске асыруға тура келді. Мемлекет үшін енді бәрі жақсы жағына өзгерді деп айтсақ болады, олардың проблемасы шешіледі. Екіншісі халық. Халық үшін белгілі бір тәртіп, салықтық тәртіп дейді, салықтық жауапкершілік күшейе түседі, арта түседі. Және осының бәрін халық өзіне сезінетін болады алғашқыда, себебі НДС қосымша құн салығының 12%-дан 16%-ға қосылу және оның шегінің азаю біраз бизнесті осы НДС-қа апарады. Екіншіден, салық режимдерін көп қолданылатын мысалы бизнестің біразы енді баяғыдай арнайы салық режимдерін қолдана алмайды. Сол себептен олар жалпы салықтық режимге өткеннен кейін олар баяғыдай 2% салық емес 10% салық төлейтін болады да. Осының бәрі енді бағаның қымбаттауына сәл де болса бірінші екінші жылдары бағаның қымбаттауына алып келеді халық, сондықтан бағаның қымбаттауын сезінуі мүмкін. Бірақ бір жағынан баға қымбаттай тұрып, екінші жағынан халық мемлекеттің ұзақ өмір сүре алатынына белгілі бір кепілдік алады, өйткені бюджет теңеседі де бюджет халыққа белгілі бір гарантия береді.